Адамдардың барлығы қателеседі. Ол заңдылық. Біреулер қателігін түзетеді, біреулер... Тазаған, Туй. көтіңе күн түскенше жатасың бе? Кассосын айтам. Сен травма алды дей ма? Не дейді ана, аяқтан қалды дей ма, әдөш? Кішкене. Жата тұру керек дейді, ұйықтап шық. Жақсы онда, үйде болсаң үйде бол. Біраз шаруалар бар еді. Бала болса айтады саған, жақсы ма? Не айтып отырмын өзі? Иә, біз бәріміз қателесеміз. Ол заңдылық қой. Біреулер қателігін түзетеді, біреулер әдейі. Ой. Қысқасы сол, в общем, түсініңдер ғой қателік туралы. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау қопаратым браттар бар. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау шыбықтай қыздар бар. Мен стилім шиелі. Мен стилім мақұм, стилім жосалы. Бай қоңырдан прямой ғарышқа қойдық жол салып. Мен стилім төре тап, стилім таза бастама. Стилім қармақшы, стилім алғашқы астана. Амстердам емес, Лиссабон емес, Вашингтон, Гонконг емес. Стиль таза Қызылорда. Стиль таза Қызылорда. Құрметті жанкүйерлер, қарсы алыңыздар. Қайрат футбол клубының жаңа бас бапкері Әділет Нұрбай! Газель айда деймін саған, газель айда. Давай, жақсы. Қалай? Гран-при алуға дайынсыңдар ма? Ағай, футболда гран-при емес, кубок алады. Қойшы. Я? Оны қайдан білесің сен? Әкем бұрын футболист болған. Қайратта. Неге бұрын? Травма алып ойнай алмай қалды. Ондай болады. Мен онда кете берейін, Иә, бара бер. Бір түрлі қыз екен, әкем Қайратты ойнағанда қойды. Ал қаш болған шығар әкесі қаяқтағы қайды. Кім қыз мынау? Мен қызым ғой. Кім? Әдіш. Мен саған ақша келдім, форма. Ереке. Рахмет, Ереке. Ой, Жақсы болды ғой мынау. волейбол жөндеңдер, жақсы ма? Футбол дейміз. Соны жөндеңдер. Сабыржан қалай? Сабыржанды кеше байқай алмадық. Анау, бұлшық еті тартылып қалып, онша дұрыс ойнай алмады. Жазылғасын көреміз ғой. Көресіңдер. Налар қойсын да? Иә. Мынауың абарық қона волейбол. Кім? Дәулетпен кім қайда? Али ма? Али қайда? Жоқ қой. Келу керек еді жаңа, жоқ қой. Мен адвокатпыз, ештеңе айтпаймын. Иә, сенің істері болып адвокат дейді ол маған. Кім болды қасыңда тағы? Дәулет, мен сені жақсы білем бала кезіңнен, ше? Сен нормальный красавчик жігітсің. Ана Мадиярдың, Дарханның қасында сен адам болмайсың. Әлиге де айтып бар тұғыл. Ол болған жоқ. Мұрат, айтып отырмын ғой мен саған. Сен шешең осындай болсын деп тәрбиеледі ма сонда? Жоға. Не мынау істеп атқандарын? Өзіңнің ауылдастарыңнан ұрлыққа түсіп. Ят емес па, ол дыно ғой. Братаның екен, ағам екен, жасы үлкен екен деп тыңдай берме. Далбай оптарда өсет білесің ба? Жаны ашса саған келмей ма, көмектеспей ма? Отсың ғой басың салбырап. Адвокат дейтін. Енді адвокат ретінде кімге? Шешеңе звондайын ба? Жоқ, мама звондамын. Әдеш ана звондайшы. Менің ішімдегі бала бейне емен тіршіліктен ада күйге жетелейді терең ойға кейде бұл өмірде не бір жылтыр көрген
Қайда қаштың? Қашқан жоқпын баласы. Сен іздеп жүрмін? Ты смотри, мен саған мамайым папа емеспін. И вообще мен сені еркелетпеймін. Иә, түсіндім оны. Істедің ба бәрін? Мен жайып қойдым бәрін. Болса кішкене демала тұрайыншы, пожалуйста. Сапыршан, сен ұялмайсың ба? И так демалыста жүрсің ғой сен, жүр. Сеструха. Каждый сүрту керек па не сонда? Конечно, каждый сүрту керек. Менде травма ғой, по идее. Травма сенің аяғыңда ғой, қолыңда емес. Братишка, бұл саған ауыл. Ауылда тыныш жатуға болмайды. Істе. Ол ана тренировкаға барасың артық. Бар тренировкаңа. Бар, саған кім барма деп отыр. Аяғың жазылды ма не? Жазылып қалған сияқты что-то. Баласы, мен тренировкаға бара берейін онда. Анан бәрін бітір, сосын бар. Айтпат деме. Тренировкаға барам деп бармай қалсаң, жезден анау Қайраттағы карьерің туралы білетін болады. А папамыз қаладан не үшін қашып келгеніңді біледі. Ал мамамыз... Ой, я түсіндім болды, баласы, қойшы. Қойшы деп қойма. Жаным. Жүрек өзі. Қойшы баласы, шынды ма? Жаным бауырым. Баласы, қойшы кішкентай емес бұл. Әкесінің күні. Әкесінің айы. Баласы, қойшы бұл. Оба ұяқ қолады. Оба ұяқ қолады. Жесілсе шай ішеміз. Жо. Әдеш, братан, болмайды. Қалай жібере салам мен оны? Мен дело келген, заявление бар, терпилалар қайта звондап жатыр. Жо, ренжімеш, мен жібере алмаймын. И что? Сен мен құдамсың. Ауылдың барлығы туысқан маған. Каждайын жібере берсем, ертең мен жұмыссыз қалам, артын бала шағам бар. Кім асырайды, сендер асырайсыңдар ма? Жо, ренжіме, братан, шын жібере алмаймын. Онда... Жо, ол да болмайды. Өздерің айтасыңдар, жаңа Қазақстан дейсіңдер. Өздерің пара беріп бастайсыңдар. Болмайды ол, жібере алмаймын, ренжіме, братан. Бөшке. Братан, бөшке демеш. Қараш мені. Қараш. Мен 27 килограмм лақтырғам қазір. В меру упитанный участковый дейіндеш, пожалуйста. Жарайды. Бауыржан, мен ана терпилылармен өзім... Потерпевший. Жарайды, кешір ана. Потерпилалармен өзім жолығып былай сөйлесейші. Бір мәмілеге келетін шығармыз. Братан, іс қозғалып кеткен, мені уже тұр, заявлениясы бәрі тұр. Қалай жауап тастай саласың оны? Ай. Aman geldi. Ador, Sanbay. Ador, Асанов. Өй, братан. А? Жылқы дегенде кім есіңе түседі? Атошевтар. Братан. Ау? Сен физрук болып қалай жұмыс істеп жүрсің? Енді түсіндім. Бол. Енді түсіндім, жарайды. Жақсы, мен кеттім. Абзал аға, негізі ол бала ондай емес қой. Әке-шешесін де білесіз ғой. Білеміз әке-шешесін. Жанындағыларын айтпай тұр ғой. Екі старшағы бар ғой, соларды движениесі. Соларды айтпай тұр ғой. Вечно сол екеуі пустой из воды болып шыға салады екен. Сухой из воды. Иә. Сухой из воды болып шыға салады екен. Болмаса мен сол балалармен сөйлесейін. Бәлкім алдыңыздан келіп өтетін шығар. Ана Дәулеттің әке-шешесі білмей тұрғанда кешіре салыңыздаршы. Қызық екенсіңдер, сендер. Қалай кешіре салайықшы? Дәулет ұсталды ма? Жауап берсін заңның алдында. И что оларды біреу жіберді? Не, құдыққа секір десе барып секіре салады ма?
Әйтеуір соларға бәрі сынок сходить ете салады екен әйтеуір. Срок сходить. Білеміз де сөйтіп айтайын деп тұрғанбыз. Срок сходить ете салады екен. Әдеу кешіре алмайды екен. Оларды кешірсең және қайталай ертең. Солардың кесірінен ана балам жылық санауға кетті. Оны неге санап жүр? Саны білмейміз ғой. Ұрап кетсе де білмейін деп тұрмыз ғой. Ана орыстар айтпақшы. Не было бы счастье, да несчастье вышло болды ғой. Қазақша сөйлей берсең. Әдеш, жылқының санын көбейте алмай жүргенде ауылдың балалары ұрласа. Одан не болды, айтшы? Немесе өздері санын көбейтсін. Эмоциональный ущерб төлесін. Эмоциональный. Иә, эмоция. Төлесін эмоциональный ущерб. Енді аға бірдеме қылып бір шешімін табайықшы аға. Бәріміз бір ауылдың балаларымыз ғой енді. Не ғой, мына форманың ақшасы еді. Құр қолға бата жүрмейді дейді ғой. Аз да болса алыңызшы аға. Төбей. Бәрі өзіміздің ауылдың балалары ғой. Мына жеңге айтпақшы, эмоциональный ущерб. Өзіміздің ауылдың жігіттері ғой, жас балалар. Өміріне балта шаппай-ақ қойайық. Кешіре салайық. Бәріміз бір ауылданбыз ғой. Рахмет аға. Рахмет. Ренжімеңіз. Жақсы жеңге, рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар. Жүр кеттіңіз. Әкеш жеңге, менің үйімде қонды зей салдым. Ана абзалдармен шешіп қойдым. Рахмет, Әдіш аға. Әдіш аға деп айтпаңдар деп қанша рет айтам. Тренер. Ертең ана ел біріншілігіне барғанда Әдіш аға, Әдөк аға, Әткі аға деп тұрасыңдар ма? Ұят емес пе? Жарайды, рахмет, тренер. Али қайда? Білмеймін. Білгім де келмейді. Ол кидала. Значит, екеуің де бірге болғасыңдар ғой. Тағы кімдер болды? Мен де сендер сияқты жас болдым. Біз де біраз нәрсені бүлдірдік. Шулаттық ауылда. Бірақ мына ұрлық дегендерің слишком ғой. Ойбай, көшенің темасы, понятие. Не понятие ол? Ешкімге ештеңе керек емес. Керек емес понятие ғой ол. Понятиялар мықты болатын болса, жаңағы старшактардың біреуі болсын сені іздеп келді ма? Көрді ма келіп сен жағдайыңды білді ма? Не болып жатыр, не істеп жатыр, шешейік деп. Біреу жоқ, бәрі қашып кеткен. Көрдің ғой мені, ең соңында крайний өзің болып тұрсың. Есіңде болсын, әке-шешеңнен басқа сен ешкімге керек емессің. Түсінесің бе? Түсіндім. Мынау Али ғой. Али! Бері кел. Бол. Ассалаумағалейкум. Әдеш братан, қалайсың? Сен неге тренировкада жоқсың? Кім? Сен? Үйде ауырып жатыр мен, братан. Төсектен тұра алмай жатыр. Неме дейді? Жана ғана тұрдым төсектен. Енді дұрыс болып қалды денсаулық ше. Жарайды, ертең кешікпей кел. Болды, братан. Братан несі? Қашан қайтам сендерге? Тренерде, болды ғой. Ренжімеңші тренер, братан. Дауа жоқ. Ал, пап, я продуктылардың бәрін алдым. Примерно 5-10 минутта болам үйде. Қазір еще мен уборка жасаймын, дайын отырыңыз, хорошо? Сен басын жасайма? Жоқ, кішкене қуып қалғансың ба? Папама голосовой жазып отырмын мен. Ладно, жан, пранку не өтсінші. Пранк дейді ғой. Роза, что, қалайсың? Сөйлемеш? Настроениең қалай? Что, қаяқтан келетсің? Көзің соқыр ма магазиннен? Берсе ұстайын да. Керек емес, ұстамаш вообще мен. Роза, кешке не істейсің? Может, свидание, Свидание. Сен мен. Жо, ладно, түсінемін енді, менікі дұрыс болмады. Кейде сөйтіп, орынсыз сөйлеп қалатын кезім болады. Бірақ жаман жігіт емес болма, білесің оны. Свидание. Ладно. Ма. Үйгетін шығарсыз? Жаным, үйіңнің ішіне дейін кіргізіп беремін ба? Хорошо. Че, кеттік? Ай, пардон аға, көмектесіңіз! Болыңыз, келіңіз!
Роза басып істейме ма? Пранк дейді. Тоқта, тоқта. Қашып атқан жоқпын. Тоқта, берген. Қашпа дейме, тоқта. Қашып атқан жоқпын. Берген, қашпа, берген. Қалайсың, Роза? Қалайсың? Сонан. Жақсы Потом не болды? Танисың ба? Артынан жүріп, продуктымды ұрлап алды еще. Бөтен ғой, танисың ба бұны? Бірінші рет көріп тұрмын. Участке бар, сөйлесейік. Жо, братан, бармаймын. Адвокатым келмегенге шейін сөйлемеуге құқығым бар. Бауырым, участке бар, сөйлесейік. Жо, братан, бармаймын. Айттым ғой, адвокатым келмегенше сөйлемеуге құқығым бар. Ема, не болды? Бүгін американский кино көріп аласыңдар ма? Барлығын жүрші бұл. Ай, братан, жай, братан, жүрем. Ілияс, Жетім. мына стадионды патыр-пұтыр еткізейік та. Не болып тұрсыншы мұны? Рома, сен де қызықсың документтердің бәрін жоғары жақтан дәулерге жібердік қой. Солар шамалы реттесін. Қалған соң өзім зыңғылам ғой. Осының біткенін мен де күтпей жүр дейсің бе? Мен де күтіп жүрмін осының қашан тірлікті бітетін. Балада үйленем деп қоймай жатыр. Бала саған пихат ете бермеш осы сен бұл? Сосын мақұл тірліктің бір аман-есен біткеннен кейін. Команда не істейсің? Не істеуші? Таратам. Арам тамақтан бағат дейсің. Қатыгезсің ғой кәдімгідей, Қатыгез. Сен или саған берейін бақ. Қайда, керегі жоқ. Есік алдын жинап береді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай? Жақсы. Міне, бүкіл еңбек Әдөштікі. Қай güzel. Тамаша. Әкімнің өзі келіп отыр. Көрдік, тамаша. Жақсы іс басталғанда жақсының жақсылы несі жақсы келеді деген. Дұрыс айтасыз Ереке, көрдік. Көңілімізден шықты. Тамаша, жақсы дүние болып жатыр екен. Айтқандай біз заказ берген немене еді анау? Майка... Форма? Форма, о! Формуларыңыз бар ма? Иә. Қойпай қандай таға жап қойды. Заказ берді ғой. Қайдан бердің заказ? Не? Қытайға заказ берді. О! Ойбай, Қытай? Келе, Европа емес, Америка емес, Қытай. Тамаша, әр Қытайым жағызым деген. Қатырасыз. Жарайды онда. Ілеке біз ана жаңағы архитектураға барып, сол жерге қолыңызды қойып, сіз... Жұмыс көп енді. Жұмыс біраз бар. Біз саған мешет етпейік, Әдөш. Репетицияң жасай бер, жақсы ма? Жақсы, ал, сәттілік. Жақсы бол. Жүріңіз. Отырыңыз. Бұл жерде бір жақсы сорпа бар. Алло? Роза? Аха. Сабыржан? Участковыйда? Едім, точно футболистер тәрбиелеп жүрсің ба? Ән тағы біреу отыр ән. Не болды? Не болғанда қызыңыздан заявление алайын деп отырмын. Бүкіл азық түліктерін алып қашып кетіпті, ұрлап кетіпті. Артынан қуалап жүр, бүкіл ауылды шарлап жүр. Айттым ғой мен сіздерге, мен мэр упитанный участковыймын деп. Әзерден жетіп аласың ғой. Поличный ұстап алдым ананы бар. Роза, сенің бар ғой осындай пранктарынан әбден шаршадым бар ғой. Мен ойнап жүрген жоқпын ғой. Пап, мен жай ғана қалжың. Тренер негізі. Жапшай сен аузыңды. Жоқ, сен қызықсың. Тоқта. Сен жаңа кім дедің? Тренер. Қалай? Тренер дедің. Енді... Жарайды, айта бер шал. Айт. Тренер, в общем, мен кінәл бәріне. Сол пранкты да бастаған өзім Розаның дымға түс жоқ. Жаңа сөмкелерін алып, қалжыңдайын деген болып қашып. Тура сол жерде просто участковый братан жүріп қалды да, и пранк екен айтып үлгере алмай қалдым. Кешірім сұраймын, тренер, қайталанбайды екінші. Бұл сезімдері болған себеп. Дәл осылай болды ма? А? Тура осылай болды ма? Иә. Жаңа бір леп, жаңа бір дем, сен жаныма ем. Так, маймылдар. Бүгіннен бастап ешқандай да кешігу, ешқандай да үйге сұрану, анау болып қалды, мынау болып қалды деген сылтауларым жүрмейді. Неге? Өйткені алда көптеген ірі жарыстар күтіп тұр. Ал ондай үлкен жарыстарда жан жақтан өте білікті, өте авторитетный
мамандар жиналады. Ал сондай кезде бізге жақсы ойын көрсетіп, сол мамандардың көзіне түсіп, жоғарғы лигаға өтіп кетуге үлкен мүмкіндік бар. Түсініп тұрсыңдар ма? Сол үшін жақсылап дайындалу керек бізге. Сол себепті естеріңе тағы да салайын. Бұдан кейін мені тек қана тренер деп атаңдар. Тренер. Түсінікті ма? Иә. Жақсы. Сосын бізде легионер бар ғой. Енді ол жігіт өз-өзін әлде де көрсетеді деген үміттемін. Біздің командаға жаңадан келген адам, ол посвящениесіз ойнамайды. Дұрыс па? Дұрыс. Онда ана Сабыржанды посвящениеге дайындаңдар. Қазір жақсылап тұрып посвящение жасаймыз. Академик, давай шешін. Қойсын. Қойсын, жаңа саған айтты ғой посвящение деп. Жөн не шешуім керек? Ей, тоқтаңдаршы. Қорқытпасаңдаршы. Мен түсіндірейін, бізге жаңадан игрок келген кезде полностью шешіну керек. Ол традиция. Жөн не істеймін шешін? Ойыншы бізге таза кіру керек қой, в общем, жарай ма? Бәріміз одан өткенбіз. Майка, шортик, тұрсы барлығын шешу керек па? Ешкім түсірмейді. Ешкімде телефон жоқ, қалтамызда жоқ. Өткізіп тағамыз бәріміз. Не тоқтаңдаршы? Или кішкене ұялып тұрсың ба? Посвящение. Қазір шай. Маймыл, берген! Берген! Басың істей ме? Жап алдым да. Не мынау түрің? Енді посвящение деді ғой балалар. Балалар не айтсын, соны істей бересің бе? Мен білмей қалдым, балалар айтқан соң. Бізде посвящение деген ол жай ғана тақпақ айтады. Сосын анық қабылдайды. Болды! Не мынау? Әбіш братан, осылай тақпақ айтты сосын да. Қуасыңдар. Маймыл десе маймыл екен ғой. Жарайды, жігіттер. Ойнадық, күлдік. Бүгіндікке тренировка бітті. Кешікпей келіңдер. Сен киіп кел. Родной, ренжімеш. Олай болды. Мен әкемнің алдында қорғаған үшін рахмет. Шынымды айтсам күтпедім. О, хорошо. Кешке не істейсің? Может, серуендеп жүріп қайтамыз. Бүгін емес. Айтпақшы, күшті билеп қояды екенсің. Роза. Теректі. Роза, ұмыта салшы, пожалуйста, Роза. Вообще есіңнен шығарып салшы, Роза оны. Роза!